Так, енді келесі тақырыптарда біз енді Оғыз хан қай жерде жерленген деген тақырыпқа тоқталайық. Оғыз ханның жерленген жерін Жамиғат Тауарихтың 55-ші бетінде мынадай деректермен дәлелдер келтірілген. Оғыз хан Иран, Тұран, Шам, Мысыр, Рум, Афранж мен тағы басқа да аймақта орналасқан елдің бәрін бағындырды да, сосын өзінің асыл жұрты түп ата қонысы Үртақ пен Құртаққа қайтып оралды деп жазылған. Жамиғат Тауарихтың 55-ші беті. Яғни Үртақ дегеніміз жоғарыда карталардан көріп дәлелдегеніміздей, Үртақ ол Алатау, Құртақ деген бұл Қаратау екеніне көз жеткіздік. Демек бұл Үртақ пен Құртақ, яғни Алатау мен Қаратаудың жанында Талас, Сайрам деген қалалардың бар екені орта ғасырлық қолжазба деректерде анық жазылған. Бұндай екі таудың қатар келуі атауы және екі көне қалалардың бір жерде келуі және де біздің дәуірімізге дейін сақталуы бұл бізге өте бір құнды дүние. Себебі осы түрк атаны басқа түркі халықтары, басқа түркі мемлекеттері түрк атаны өзінің тарихи мұрасына бекітуге тырысып, барынша түрк ата біздің территориямызда өмір сүрген, біздің территориямызда жерленген деген сияқты ақпаратқа зар болып жүр. Егер де оларда осындай орта ғасырлық тарихи қолжазба деректерден бір қаланың атауы ғана болса, олар ол түрк ата біздің жерімізде өмір сүрген, біздің жерімізде жерленген деп зәулім монумент, зәулім ескерткіштер соғып тастайтын еді. Бүкіл әлемге паш етіп, міне Оғыз ханның жатқан жері біздің жерімізде, міне түрк атаның жатқан жері біздің жерімізде деп небір тарихи сәулет орындарын құрып, қалалар құрып, монументтер, мазараттар, кесенелер, сондай үлкен зәулім монументтер, ескерткіштер құрып тастайтын еді. Ал біздің елімізде Алатауда Үртақ, Қаратауда Құртақ, Сайрамда, Таласта, Қарақорым деген атаулардың барлығы бір жерде шоғырлана тұра, ол шоғырланған деректер Жамиғат Тауарихта да, Тарихи Жаһангирде де, біздің тарих кітабында да, Зигзагда да, және де Махмуд Қашқаридің Диван-ул-Лұғат ат-Турк кітабында да осыған деректер келіп тұрса да, біз ештеңені байқамаған адам сияқты ешқандай тарихи қадамдар жасап жатқан жоқпыз. Бұған өзіндік себептер бар әрине. Біз көп уақыттар бойы мынау Кеңес одағы дәуірінде саяси озбырлықта, саяси сондай бір бұғауда болған елміз. Міне енді егемендігімізді алып, міне енді осындай орта ғасырлық кітаптарымызды, өзіміздің тарихи кітаптарымызды оқуға қол жеткізіп, оқып, аударып, енді ғана көзіміз ашылып жатқан елміз, халықпыз. Сол себепті де енді біз осы деректерді жетіп түсінумен қатар, өзгелерге де көркем түрде жеткізіп, өзіміздің мыңдаған жылдарға бай тарихымызды әлемге паш етуіміз керек. Оны ғылыми тұрғыда дәлелдеуіміз керек. Міне сол себепті де осы еңбектердің барлығын сіздерге жеткізіп жатқан жағдайымның себебі осы. Енді дегенмен мен сіздерге таныстырғым келген тағы да бір деректер бар еді. Ол мынау Нұсратнама кітабы. Бұл Нұсратнама кітабында да біздің тарихымызға қатысты өте күшті бір деректер бар. Ол жоғарыда айтып өткенімдей, біздің парламенттің атауы Құрылтай деп өзгертіліп, енді бұдан бұлай біздің еліміздің басты заң шығарушы органы Құрылтай деп аталатын болды. Осы кітапта Жошы ханның ұйымдастырған құрылтайы жайлы ақпарат берілген. Бұл суретте осы Нұсратнама кітабында бейнеленген Жошы ханның суреті. Мынау тақтың үстінде отырған Жошы ханның бейнесі. Көрдіңіздер ме? Басында сәлдесі бар, қазақи шапан. Айналасындағы адамдардың бас киімдеріне мән беріңіздер. Енді бұл жерде қараңыздар. Осы Жошы хан туралы, Жошы ханның тарихын жаза келе, мына осы суреттің үстінде былай деп жазылып тұр. Яқшы ішілер көп қылып, тамам Шымал валаятын, Ибир ва Сибир, Булар, яғни Бұлғар, Башғұрт ва Дашт Қыпчақ, Орыс, яғни Орыс, Черкас, Шеркес қой, Черкас ни алып, Шеркесті алып дейді. Тахтида отырып, бір ұлық той қылып, вафат болды дейді. Яғни, жақсы істерді көп қылып, Жошы хан туралы айтып отыр. Жақсы істерді көп қылып, соңында Шымал валаятын, Ібір, Сібір, Бұлғар, Башқұрт, Дәшті Қыпшақ, Орыс, Шеркестің барлығын алып, өзінің тақтында отырып, бір ұлық той, яғни құрылтай жасап, кейін қайтыс болды дейді. Бұл ұлық той деп келтірілген деректердің барлығы құрылтай. Мысалға, мынау Шыңғыс ханның кезінде жасаған құрылтайларды да ұлық той өткізіп деп жазған. Одан кейін Үгетай қағанның, Үгетайдан кейін Мөңке, Құбылай, Қайду бәрінің
жаңағы құрылтайларын ұлық той өткізіп деп жазылған. Демек, бұл жерде де Жошы хан өзі қайтыс боларынан алдын бір үлкен құрылтай өткізіп, өзінің мирасқорын сайлап, содан кейін қайтыс болған деген мағына шығады екен. Енді бұл жаңағы суретте Үгетай қағанның өзінің тағында отырып құрылтай өткізгені бейнеленген, Төленің, Төле ханның, Шағатайдың бәрінің өздерінің тақтарында отырып, солай құрылтай өткізгендері бейнеленген. Бұл жерде тағы да бір көрсетіп өтіп кететін жағдай, мынау Әбілқайыр ханның да бейнесі бейнеленген. Яғни осы Әбілқайыр ханның мемлекетінен кейін қазақ хандығы құрылған болатындар өздеріңіз білетіндей. Енді тағы да сіздерге осылай деген Шажаратул Атраф кітабынан да бір дерек келтіріп кетейін сіздерге. Бұл дерек келесідей дерек болып табылады. Бұл кітапта Шыңғыс ханның жерленген жеріне қатысты дерек айтылған. Бұл кітап Ұлықбектің 4 ұлыс тарихында да келтірілген. Сол Ұлықбектің 4 ұлыс тарихында келтірілген дерек осы Шажаратул Атраф кітабында да келтірілген. Осы кітапта және Ұлықбектің 4 ұлыс кітабында келесідей деректер келтірілген. Біздің дәуірімізде, дейді Ұлықбек жазып жатыр, біздің дәуірімізде Шыңғыс ханның мазаратына, сол жерде Шыңғыс ханның жатқан жеріндегі кесенеге кейбір адамдар кіріп алып, оның табытына кіріп алып, әртүрлі әмір-маруфтар айтады. Яғни әртүрлі сөздер айтады, адамдарды адастырушы, кәпір қылатын сөздерді айтады. Солайша ол жерге көп адамдар барып, дейді, сол сөздерді тыңдап адасушылыққа жол береді. Ол жерді кәпірлер өздерінің қарбасы қылып алған, дейді. Яғни өздерінің меккесі сияқты сыйынатын мекен қылып алған. Ол жерге баратын бірақ жол бар, дейді. Айналасының барлығын түрлі ағаштар мен бұтақтар басып кеткен, бара алатын бірақ жол бар, дейді. Сол жолмен барып, сол жерде сондай адасушылыққа бой алдырады, дейді адамдар. Көрдіңіздер ме? Яғни одан басқа да әртүрлі сипатта бір бет түгел арналған соған. Шыңғыс ханның жатқан мазаратын сипаттаған. Шыңғыс ханның табытын 4 жағынан магнит тастармен тартып, ауада қалқытып қойған, ауада қалқып тұрады деп бейнеленген. Көрдіңіздер ме? Бұдан біз нені түсінеміз? Бұдан біз мына Шыңғыс ханның мазаратын аттармен таптатып тастаған, оны жерлеуге қатысқан адамдардың барлығын түгелдей өлтіріп, Шыңғыс ханның қай жерде жерленгенін тауып алмас үшін барлығын аяусыз қырып өлтірген, оның мазаратын аттармен таптатып тегістетіп тастаған деген сияқты гипотезалардың барлығын мүлде өтірікке шығарып тастайтын ақпарат бұл. Көрдіңіздер ме? Яғни Әмір Темірдің немересі Шахрухтың баласы Ұлықбектің дәуірінде Шыңғыс ханның мазараты тұрған болған. Міне осындай деректер, енді айта берсе дерек көп. Жалпы бұдан басқа да алдағы уақыттарда өздеріңізді осындай кітаптардағы деректермен таныстырып өтетін боламыз. Бұл ақпараттарды тек қана өздеріңіз пайдалануға жіберіп отырмын. Осындай талқылау үшін сіздерге жіберіп отырмын. Назарларыңызға рахмет.